Сізді біреу дәл осылай артыңыздан қалмай аңдып жүрсе, не істер едіңіз? Сталкерлер кім? Дәл осы видеода мен олар жайлы айтатын боламын. Және де топ 5 камераға кездейсоқ түсіп қалған сталкерлерді көрсетемін. Сәлеметсіздер, сіздермен бірге бұл мен Бисіржас. Менің ардыма қош келдіңіздер. Сіздер видео басталмай жатып арнаға тіркеліп видеоға аямай іздейміз лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, бұл видеоны түнгі ешқашан көрмеңіздер. Сталкерлер жалпы кімдер? Сталкер ол белгілі бір адамды аңдушы. Ең қызығы, сталкерлер тек адам емес, мақұлық та болуы мүмкін. Мүмкін дәл қазір сізді сталкер аңдып тұрған шығар, абайлаңыз. Алғашқы видеода Антон есімді жігіт видео түсіріп өзінің артынан бір кісі қалмай жүргенін видеода айтып түсіндіріп береді. Және ол адам әлі Антонның ізден қалар емес. Антон бір жерге тоқтап демалып тұрады, ал жаңағы адам сол сәтте келіп қалады. Әрине, мынандай жағдай ешкімнің басынан өтпесін. Ер адам Антоннан көзін алар емес, ал Антон болса батылдық танытып, ер адамға сұрақ қояды: сіз неге мына жерде тұрсыз? Сол сәтте ер адам ештеңе істеместен өз жолымен кетеді. Көптеген уақыт өтті. Метрода тұрған жас жігіт Антон өзінің артынан қалмай жүрген ер кісінің әйтеуір дегенде жоғалып кеткенін айтады. Бірақ та ең қорқыныштысы, сол видеодан біз жаңағы ер адамды байқап қаламыз. Антон да бұны байқайды. Және де ол кездейсоқ деп ойлайды. Бірақ бұл қалай болуы мүмкін? Антон өзіне жоспар құрады. Ол метродан келесі станцияда түсіп, қайтадан метроға мінуді жоспарлайды. Сол кезде ер адам оны шынымен де аңдып жүр ма, әлде өз жолымен кетіп бара жатыр ма дегендей. Антон келесі станцияда түскен сәтте артынан ер адамда қалмай түседі. Ал жігіт қайтадан метроға мінеді. Сол кезде Антонның біз жай ғана кездейсоқ кездесіп қалдық деген ойы дұрыс болмай шығады. Достар, бұл өте қорқынышты жағдайлардың бірі. Айтқандай, ол ер адам түрмеге қамалған болатын. Келесі видеомыз алдыңғыға қарағанда қорқыныштырақ. Видео өте қысқа, сондықтан бізге мән-жайды түсіну кішкене қиынырақ болады. Видеоға мән берсек, әйел адам өзінің қыздарымен үйінде отыр. Және де әйелдің бір қызы терезенің қасына жақындап, анашым, бізге белгісіз адам келе жатыр деп айқайлап, анасының қасына барып тығылып қалады. Ал қорыққан анасы енді ол кім деп жатқан кезде терезеден адамға ұқсайтын, бірақ мойны өте қатты ұзын ер кісіні көреміз. Қатты қорққан анасы батылдық танытып есікті ашып көреді. Мойны ұзын мақұлық сәл болмағанда үйге кіріп кете жаздады. Қатты қорққан әйел адам дәл осы видеодан кейін полиция шақырған болатын. Бірақ та белгісіз себептермен ол мақұлық жоқ болып шықты. Жарайды, келесі видеоға кеттік. Ал бұл видео Instagram және TikTok желілерінде қатты тарап кеткен болатын. Бұл қыз өз парақшасында күнделікті Япониядағы өмірін, тамақ жеп жатқан видеосын, киім алып жатқан видеосын салып отырады. Қыз кезекті видеосын түсіреді, жай ғана көшеде тамақ жеп отыр. Бірақ бір сәтте қыздың қасына бір әже отырады. Ол жай ғана әженің киімін киіп алған белгісіз жан болатын. Белгісіз адам кездейсоқ артқа қарап қояды. Ал сол сәтте қыз қатты шошып кетеді. Себебі ол камерадан белгісіз адамның түрін көріп қойған болатын. Бірақ та оның бетіне мән беретін болсақ, оның бетіндегі жай ғана маска. Достар, бұл видеоны менің өзім алғаш рет көргенде қатты қорқып кеткен болатынмын. Бірақ бұл Япония. Японияда өздеріңіз білетіндей сталкинг, яғни айтқанда сталкерлер өте көп. Шет елден туристер келсе, оларды сталкерлер аңдып, фотоларын түсіріп, олардың өздеріне фотоларын жібереді. Әрине, біздің Қазақстанда ондай адамдар жоқ, сондықтан қорқпай қойсаңыздар болады. Бірақ та сонда да сақ болып жүріңіздер. Келесі видеомыз халықты дүр сілкіндірген видеолардың бірі. Жалпы айтқанда, сталкерлер ол адамды алыстан бақылап жүретін адамдар. Ал бұл мүлдем басқа сталкер. Америкадағы күнделікті өмір бір жігіт өзін жайдан жай камераға түсіріп тұр. Және де оның қасына ер жігітпен бір қыз келеді. Қыз келе сала камерашы жігіттің қасына тұрып, қасындағы ер жігітке бұл менің болашақ күйеуім деп таныстырады. Әрине, камерашы жігіт аң-таң болып қалады. Және де сәл ойланып, әйелдің қасындағы ер жігіттің есімін сұрайды. Және өзін бұл әйелдің жігітімін, бұйырса үйленеміз деп өтірік айтады. Ал әрі қарай: есімің кім дедің? Дэвид пе? Иә. Қысқасы, бұл менің болашақ әйелім. Сен оның қасында не істеп жүрсің? Ой, кешірім сұраймын. Мен шатастырып алыппын. Жарайды, түсінікті. Дәл осы диалог бізді ойландырып жібереді. Неге камерашы жігіт
былай айтты екен. Бірақ қыз видео соңында камерашы жігітке мән жайды түсіндіріп береді. Бұл камерашы жігіт бір адамның өмірін құтқарып қалды. Қысқасын айтқанда жаңағы ер адам ол сталкер. Және де бұл қызды ол күштеп өзімен бірге алып бара жатыр. Және де олар көшеде кетіп бара жатқанда қыздың тек бір ғана адамда үміті болған болатын. Әрине камерашы жігіт сенімділігін ақтады. Ал егер де достар ойланып көріңіздерші, камерашы жігіт қызды түсінбегенде не болатын еді? Достар, бұл әлемдегі ең атақты видеолардың бірі. Және де бұл сталкердің видеоға түсіп қалған соңғы видео. Видеоға мән берсек, камерадағы адам әжетханада отырғанын байқаймыз. Және дәл сол кезде есік астынан бейнесі өте қатты суық мақұлықты көреді. Жалпы бұл оқиға қалай болды? Анасының айтуы бойынша қызы екеуі қалада қыдырып жүрген болатын. Бір сәтте қызы анасынан әжетханаға баруын өтінген. Ал анасы болса, мен осы жерде күтемін, ал сен әжетханаға барып келе бер деген екен. Қызы әжетханада отырған кезде белгісіз тіршілік сол жерде болғанын байқаған. Және де тез арада анасына хаттама жіберемін деген оймен камерасын іске қосқан. Ал сол кезде есік астынан белгісіз бір мақұлық қарап тұрады. Ал ана жақта анасы қызын 30 минут, яғни айтқанда жарты сағат бойы күтіп тұрған болатын. Қатты уайымдаған анасы қызын іздей бастайды. Және де әжетханаға кіреді. Әжетханада ешқандай да адам жоқ. Енді кетіп бара жатқанда жерде жатқан бір телефонды байқап қалады. Телефонды қолына алады және бұл қызынікі болып шығады. Телефонды ашып тексерген кезде ол жердегі видеоларды көріп қатты қорқып қалады. Достар, ең өкініштісі, бұл қыз әлі күнге дейін табылмады. Бұл оқиға интернет желісінде қатты өшіп кетті. Қорытындылай кетсек, сталкер ол адам өміріндегі ең қауіпті тіршілік. Жарайды достар, осымен біздің өз видеомыз соңына да жетіп қалды. Видеоңызды арнаға тіркеліп, видеоға лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сіздермен болған бұл меместер Жансыз, келесі видеоларда көріскенше.